Комплимент әдісі. Бұл әдісті сабақтың басында, ортасында, соңында, кез келген кезеңінде қолдануға болатын өте тиімді әдіс. Комплимент әдісін ойын ретінде оқушыларға ойнатуға да жарайды. Сергіту сәті ретінде пайдалансаңыз да болады. Сабақта қалай қолданамыз? Мақсаты мен шарттары туралы айта кетейін. Мақсаты – қатысушылардың тіл табыса алуын, бір-бірін толық тануын дамыту. Қатысушылар бізде оқушылар. Яғни оқушылардың бір-бірімен тіл табыса алуына, бір-біріне қолдау білдіруіне және араларындағы сыйластықтың артуына ықпал етеді. Оқушылар шеңбері бойымен тұрып, кезекпен кез келген жағымды комплимент айтады. Ал қалғандары ол комплименттің кімге арналғанын табуы керек. Комплимент иесі ойынды ары қарай жалғастырады. Барлығы жақсы комплимент алмайынша ойын жалғаса береді. Немесе өзіңіз конверт немесе қораптарға алдын ала қағазға жазылған комплименттерді жазып, дайындап келсеңіз де болады. Оқушыларға бұл ойын қызықты болады, әрі олардың көңіл-күйлерін көтереді. Өйткені кімге де болса да өзі туралы жағымды комплимент есту жақсы көңіл-күй сыйлайды. Назарларыңызға рахмет. Тағы да осындай қызықты әдіс-тәсілдерді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп қарап отырыңыздар.